Қайырлы күн достар, бүгін түскі асқа шаймен ішкенге осындай пельмен тоқаш жасадым. Сіздермен рецептін бөліскелі отырмын. Өте оңай және тез дайын болады. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға ерітілген сары май, бір жұмыртқа және тұз, оның үстіне салқын суымызды құйып, жақсылап қамырымызды илейміз. Міне қамырымызды осылай жақсылап илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болады. Бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін қамырымызды ұн себе отырып, не қалың емес, жұқа емес, орташа көлемде дөңгелек етіп жаямыз. Дәл осы рецепт бойынша жасасаңыздар, қамырларыңызда өте әдемі болып жайылады. Кескен кезде жабыспай, өте әдемі, жақсы түйілетін болып шығады. Және өте хрустящий болып, қамыры да керемет болып пісіп шығады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Жайып алған қамырымызды дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, бірінің үстіне бірін қоя отырып, 4 бұрышты формада кесіп дайындап аламыз. Осылай 4 бұрышты етіп кесіп дайындап алғаннан кейін, алдын ала қайнатып дайындап алған салмамызды осылай ортасына салып түйіп шығатын боламыз. Салмасын видеоға түсірген жоқпын, барлықтарыңыз білетіндер шығарсыздар. Картошканы қайнатып, пияз қуырып, осылай салмасын дайындап аласыздар. Салмасына ет қосып жасасаңыздар да болады. Міне менің пельмен тоқаштарым осылай барлығын түйіп шықтым. Енді алдын ала қысып тұрған майымызда пельмен тоқаштарымызды салып, араластыра отырып, сап-сары етіп қуырып аламыз. Міне сонымен достар, менің пельмен тоқаштарым дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, хрустящий болып пісіп шығады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Түскі асқа шаймен ішкенге өте керемет. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Дәмді Асхана каналы. Менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.